Сәлем достар, сіздермен бірге ерте. Бүгін мен сіздерге акула туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Акуланың 450 түрі бар. Акулалар ашқарақ теңіз жануарларына жатады. Оның асқазанынан бөтелке, сөңке, темір қалдықтары сияқты заттар табылады екен. Оның иіс сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Көру жүйесі адамға қарағанда 10 есе мықты. Акулалар бүйіріндегі сызығы арқылы судың майда дірілін сезіп қояды. Ол 1 грамм қанның өзін әп-сәтте біліп қояды. Акулалар тістерінен айырылып қалса, орнына басқа тіс шығады екен. Сонда олар өмір бойына 30 мың рет тісін ауыстырады. Бұл акулалардың ерекшелігі екен. Акулалар ешқашан ұйықтамайды және бір орында тұрмайды. Осындай алып акулалар дельфиндерден қорқады екен. Дельфиндер олардың қорғанысыз бүйіріне соққы жасау арқылы акулалардың зәрешін ұшырады. Бір жағдайларда олар өліп кетеді екен. Достар, менің берген деректерім ұнады ма? Олай болса, видеоға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.